бұл бізде 19-шы қатар болатын. Енді 20-шы қатарда бір ерекше тігіспен тоқитын боламыз. Сондықтан мұқият қарап отырып тоқыңыздар. Жиырмасыншы қатарда ручканың басталған тұсына дейін, яғни бірінші белгі тұрған бөлікке дейін тоқимыз. Және де белгілерді алып тастасаңыздар да болады, егер сіздерге ыңғайсыздық тудыратын болса. Ал енді ілгекті ручканың ортасына кіргізіп, жіптің оң бетін айналдырып, әдемі болып тұруы үшін мұқият сәнді етіп 14 рет тоқимыз. Ал енді әрі қарай сөмкеміздің жанын тоқимыз. Екінші ручканың басталар тұсына келген сәтте дәл манағыдай етіп мұқият әдемілеп тоқыңыздар. 14 рет тоқисыздар. Екі жағы да бірдей болуы қажет, саннан жаңылысып кетпеңіздер. Әйтпесе сөмкелеріңіздің ручкасы екеуі екі түрлі болып сәйкес болмай қалады. Осымен біз 20-шы қатарымызды тоқып аяқтадық. Әрі қарай бекітпе тігісін жүргіземіз. Ол үшін ілгекке негізгі жіпті іліп ала отырып шығарып, оны екінші бөлікке кіргізіп, ілгектің бойындағы жіптен өткізу арқылы тоқимыз.
Осымен бекітпе тігісіміз де аяқталды. Қатарды бір-біріне біріктіру үшін жіпті керек мөлшерінде қиып аламыз және де видеода көрсетілгендей етіп бір-біріне байланыстырып, жіптің артық қалған бөлігін тоқылған бөліктердің арасынан өткізіп қоямыз. Білінбес үшін, әдемі болып тұру үшін. Сөмкеміз аяқталуға сәл қалды. Осылай да ұстасаңыздар әдемі болып көрінеді, немесе мен секілді сәндесеңіздер де болады. Ол үшін сөмкенің артқы бөлігінен екі жағынан да 4 рет қалдырып, ортасынан 5 рет ілгек ілетіндей орын аламыз. Яғни бұл жерде бізде бағанағы санағанымыз бойынша 11 ілгек ілетін орын қалған болатын. Сондықтан екі жағынан 4-ден 8, яғни ортасында 5-еуін біз осылай тоқып аламыз. Және сөмкені кері айналдырамыз. Осы кері айналдырған беттен 3 рет тоқимыз. Және де 4-шісін ілгекте жеке іліп алу арқылы 9 қатар тоқимыз. Осымен біз 9 қатарды тоқыдық. Енді жиектерін тоқып шығамыз. Видеодағыдай етіп, мұқият қарап тоқыңыздар. Жиектемені тоқып бітірдік. Енді керек мөлшердегі жіпті қиып алып, бір қатарда тоқылғандай етіп, бір-бірімен біріктіреміз. Ал енді осы тоқыған бөлігімізге замогымызды орналастырамыз.
Ал енді замоктың астыңғы бөлігін үстіңгі бөлігіне сәйкес келетіндей етіп өлшеп алып, оны сөмкеге мықтап бекітеміз. Осымен біздің сөмкеміз толықтай дайын. Мынадай сәнді кисточканы менің ютубтағы арнамнан арнайы іздеп, қалай жасалынатынын көріп алып жасасаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет.